Мен халықпен біргемін. Үйтіп, жаңағыдай мені жаманатты көрсетпей ақ қойыңыздар. Қол жинауға сіздер атсалысып жатсыздар ма? Не себепті қол жинап жатыр? Сіз енді жаңа айттыңыз ғой, мен халықпен біргемін деп. Иә. Халықтың не істеп жатқанын мәдениет үйін қайтарып алу бойынша қол жинап жатыр. сіз халық үшін қызметтесіз. Иә. Халық сіз үшін емес. Сондықтан міне халықтың қолы бар. Беріңіз. Мен мынаны сізге табыстайын. Сіз осыны ары қарай жүргізіп өзіңіздің командаға Мен табыстап. бұндай жауапкершілікті өз ойыма ала алмаймын. Неге? Мен істейтін нәрсемді істеймін деп айтайын. Жоқ, бұл сіздің жұмысыңызға кірмей ма? Жоқ, мен Құзыретіңізге кірмейді. Құзыретіме халықтан барып қол жинау кірмейді. Әкімдікке тұратын кезде халықтан дауыс жинадыңыз ғой. Иә. Ал қол жинауға араласасыз ба? Қол жинауға араланбай, мен бұл функционалдық міндеттеме кірмейді. Бәрімен байланыстамын, каждый жеке-жеке танымын. Жоқ, байланысу керек емес. Лучше мен поддержать етейін, бірақ қол жинамын. Факт бойынша сөйлейікші. Бұл кісілерге поддержканы ел беріп жатыр, бүкіл Қазақстан халқы беріп жатыр. Бірақ бұл кісілерге іс әрекет керек. Сырттан поддержканы үйде жатып ақ мен де беремін. Міне мына қол жинап беріңіз, 5000 адамға толтырып беріңіз, болды. Бірінші ісіңіз осы болсын. Сіздер осыны қалайсыздар ма жалпы? Қалаймыз. Жоқ, Руслан мырза. Осы елдің адамысыз ғой. Әкімге табыстаңыз. Әкімге табыстаңыз, әкім сіз депутатқа табыстаңыз. Народтан беріп жатыр. Иә, міне Сіз депутатқа беріңіз. Міне, халық сұрады. Сіз енді журналистсіз ғой, дұрыс па? Сіз бұл жерге қонақсыз. Халық деп сұраса, халықтың қолынан алуға болады. Иә, алыңыз. Жаңағындай, мә тапсырма ретінде сіз айта алмайсыз. Жоқ, мен айтпаймын. Міне халықтан алдыңыз. Халықтан Халықтан аламыз. Болды.